Жер планетасына шамамен 4,5 миллиард жыл болмаса, бүкіл әлем өмір сүрген уақыттың 1/3 өмір сүрген. Бұл жер шарының тарихы терең екендігін білдіреді. Жердің бұндай үлкен тарихында планетамызды мың құбылтқан түрлі оқиғалар өтті. Сізге де мүмкін осы нәрселер туралы іздену, білу қызық болар. Қазір дамыған заман және қазіргі уақытта адамдар ғылымның көмегімен ол кездегі жер планетасы шамамен қандай болғандығын айтып бере алады. Және осы видеода мен сіздерге жер планетасына шамамен тек 500 миллион жыл толған уақытындағы кезеңге саяхат жасайтын боламын. Және 4 миллиард жыл бұрын бір күн қандай болғанын елестетіп көретін боламыз. Негізінде ол уақыттарда бір күн қазіргідей 24 сағат созылған жоқ. Ол кезде жер өз осін 3 сағатта айналатын болған. Яғни бір күн тек 3 сағатқа созылған. Өйткені дәл сол уақыттарда жердің қасынан жалғыз серігі ай формасын қалыптастыра бастаған болатын және жерге өте жақын айналатын болған. Осының әсерінен жердің өз осін айналу жылдамдығы өте үлкен болған. Оған қоса дәл қазіргі адам 4 миллиард жыл бұрынғы жер планетасында арнайы қорғайтын сауыттарсыз және оттегі қорынсыз 1 секундта шыдай алмайды. Өйткені дәл қазіргідей ауаның құрамында азот пен оттегі болған жоқ. Ауа құрамында улы концентрация болды. Олар негізі үздіксіз атылып жатқан вулкандардың арқасында еді. Бұл вулкандардың арқасында жердегі температура да өте жоғары болды. Сондықтан сіз тек ауа жұтудан қиналмайсыз, онымен қоса ыстық температура сізге кедергі жасайды. Тағы да қызық нәрсе, ол кездегі жас жер планетасына метеориттер мен үлкен астероидтар үздіксіз бомбардировкалар жасап жатқан болатын. Сондықтан сіздің басыңызға кез келген кезде осы бір аспан денелерінің біреуі түсуі мүмкін. Әрине жер сілкіністері де бұл кезеңде жиі және жер планетасының барлық жерінде орын алып жатты. Тіпті бұл кездегі жер сілкіністері қазіргі жер сілкіністерінен де қуаттырақ болды. Мүмкін күтпеген шығарсыз, бірақ ол кездерде де жер планетасында су қоры болды. Бұл су қоры негізінен жерге бұрынырақта соғылған кометалардың мұздарымен келген болатын. Кометалар өздеріңіз білетіндей мұзды аспан денелері. Дәл осы кометалар жерге су тасыған. Тіпті білесіз бе, ол кездегі жер планетасында да үлкен су қоймалары, тіпті мұхит болған болуы мүмкін. Бірақ бұл мұхиттар да өте қауіпті болған, өйткені үздіксіз тектоникалық плиталардың қозғалысы және жер сілкіністері мұхиттағы цунами биіктігін тіпті қазір білетін цунамилерден де биігірек қыла алған. Енді аспанға қарайтын болсаңыз, аспан вулкан атқылап жатқан жерлерде, яғни түнек, ал көп жерлерінде тұман болған. Қазіргі аспанға да келеді. Жалғыз ерекшелігі ол кездегі ай өте үлкен болып көрінген. Өйткені ай жерден 25 000 километр қашықтықта ғана орналасты. Яғни шынымен де жақын орналасқан. Ал қазір ай жерден 380 000 километр алыста. Ай жерге жақын болғаннан кейін айдың гравитациясы цунамиден бөлек кәдімгі толқындарға да әсерін тигізді. Кәдімгі толқындардың қуаты қазіргі толқындардың қуатына қарағанда шынымен мықтырақ болған. Егер сол кездегі айға ұшып барған болсаңыз, сол айдан жердегі вулкан атқылауларын анық көре аласыз. Өйткені өте жақын. Және жерден де айды детальды көре аласыз. Онымен қоса, егер қолыңызда микроскоп болса және тұзды су қоймасын тауып алып, сол теңіз жанында тасты микроскоппен қарайтын болсаңыз, тірі жасушаларды көре аласыз. Бұл жердегі пайда болған ең алғашқы тірі ағзалар болып есептеледі. Шамамен 3-4 миллиард жыл бұрын жер планетасында алғашқы бір жасушалы микро ағзалар өмір сүрді. Және эволюция нәтижесінде олар тарап-тарап, қазір біз білетін тірі ағзаларға дейін дамыды. Әрине, осыншама уақыт ішінде жер планетасы адам сенгісіздей өзгерді және қазір сіз қолайлы жағдайларда өмір сүре алатын болсаңыз, ол кездегі жер планетасында сіз 1 секундта тұрақтап қала алмайтын едіңіз. Өйткені ол кезде жер енді ғана дамып жатқан еді. Және біз осы бір қысқаша видеода сол кездегі жер планетасына бір күндік саяхат жасадық. Сізге видео ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыз, арнаға тіркеліп бізбен бірге дамыңыз. Келесі видеоларда кездескенше.